Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен тауық фаршынан жасалған рулетпен бөлсемін. Керемет дәмді, әрі тойымды, оңайда тез жасалатын тағам. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, подписаться бөліміне қоңыраушаны бассаңыздар болды. Әрі қарай тауық фаршын аламыз да, әбден алып, жаңағыдай мен сатып алып едім, қатты әлі ерімеген екен. Сонда да ішіндегі бар ерігендерін шығарғандай болдым. Бәрін алып, жақсылап езіп, ішінде мұздары болды. Енді мен сол мұздарын бәрін ездім, қолмен ездім, әйтеуір мұздары не қылмаған екен. Тұзын салып, бұрышын салып, жақсылап жасап аламыз. Содан кейін фарш еріп болу керек. Ол үшін бірінші менде шамалы комок болды. Енді ол шамалы тұрғаннан кейін өзі кетеді деп ойладым да, асығыс болды. Фаршты жақсылап ертіп, қолмен ұрып, жаңағыдай суын шығарып, сөйтіп алуға болады. Өйткені пісірген кезде су шығып кетуі мүмкін. Сіздер де өздеріңіз қалауыңызша қарай саласыздар. Мен жұмыртқаның бір сарысын салдым. Ағын салсаңыздар да болады, ол өздеріңіз қарайсыздар, қалауларыңа байланысты, қалауларыңызға. Ол өздеріңіз білесіздер, жақсылап араластырамыз сосын оны жұмыртқаны. Енді бұл өте оңай, әрі қолжетімді тағам деп ойлаймын. Өйткені тауық фаршы жай фарштарға қарағанда арзандау. Фольганы аламыз, фольганы алып, қасықпен болсын, қолдарыңызбен салсаңыздар да болады. Бетіне жаямыз фаршты, жайып отырып, әдемілеп жаямыз да фаршты. Өйткені тегіс жайылған дұрыс. Піскен кезде шұға болып қалуы мүмкін, әндерінің жері әртүрлі болып. Сол үшін тегістеп, жақсылап жайып аламыз. Фаршты жақсылап ертіп алған дұрыс екен. Қатты көп ерімесе, шамалы арасында түйір комоктар шығып қалады. Енді сол үшін асықпай ертіп алу керек. Мен енді асығыс болды да, сол үшін тез жасай берейінші дедім де, жасап бастасып не қылдым. Енді оны ерген кезде, піскен кезде көреміз. Енді бірақ негізі жақсылап ертіп алған дұрыс, әйтпесе комоктары кетіп қалады арасында. Осылай жан-жағына дейін жеткізіп, рулет сияқты жаямыз да, алдын ала пісіріп қойған жұмыртқаны салып ораймыз. Ол енді менде жұмыртқа аздау болды да, 3 жұмыртқа ғана қостым. Сіздер 3 жұмыртқа ғана қостым. Енді сіздер 4 жұмыртқа, 5 жұмыртқа қоссаңыздар да жақсы болады. Өйткені бір-біріне ортасы жақын болғанда дұрыс. Сол үшін жұмыртқаны көбірек болғанда жақсы. Осылай бір-біріне жақындатып, тақап бетіп аламыз да, қайта-қайта. Котлет не сияқты рулет қылып жасаймыз. Өйткені рулет қылып жасау керек. Әдемілеп, жақсылап көтеріп, жан-жағын бәрін шықпайтындай қылып, көтеріп рулет қыламыз да. Піскен кезде де оңтүстік су шығады, сол кезде жайылып кетуі де мүмкін. Сол үшін асықпай жан-жағын бәрін тегістеп, әдемілеп алғаннан кейін фольгамен ораймыз. Жағын бәрін қымтап, жақсылап тұрып ораймыз да, қызып тұрған пеште пісіреміз. Мен піскеннен кейінгі несін көрсетіп жатырмын сіздерге. Піскеннен кейін осындай күшті, әдемі болып сатты. Дастарханға қоюға, холодный нелермен бірге қоюға болады. Өзім сол үшін пісірдім. Керемет дәмді, арасындағы жұмыртқасын қараңыздар. Ештеңе езілген жоқ, күшті болып шықты. Әдемі болып. Дастархан қоюға жақсы, кешкі тағамға ұсынуға да болады. Енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Бірақ әдемі. Көрдіңіздер ғой. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып жіберіңіздер. Баршаңызға рахмет.